Al, құрметті оқушылар, бүгін 16 ақпан 2025 жыл брендинг алаңының екінші турын өткізуге қош келдіңдер деп атаймыз. Жалпы әр командаға барлықтарында екінші турда ұпайларды көбірек алып, команданың қоржынын толтыруға тырысады деп үміттенеміз. Мынау барша жаңағы үштерге қиналып келгендер өкінбей кетсе деген бір үміт тілек бар. Құдай сол іске ассын. Ал болмаса екінші тур ашық деп жариялаймыз. Бірінші сұраққа ереже бойынша 11 жалпы әңгіме бұлай. Жылан неге айналуы мүмкін деген вариант бойынша жауап қарастыру керек. Және нәпсіні біз әдетте неге теңейміз. Және ол оянып кететін болса, онда ол бәрін жеп қояды деген әңгіме бар еді баяғыда ертегілерде. Дәл айтпақшы бір уақыт айдақарға айналса, егерім деп атасында. Сондықтан айдақар деген жауап көшек сұрақта өртен берудің себебі деп сұраққа беріліп отыр. Бұл жағдай 50-ші жылдарында болған жағдай екен. 50-ші жылдардың орта тұсында Қазақстан жазушылар одағының драматургияның келелі мәселелері туралы жиналыс өтіп жатады. Бір мезгілде сөз кездегі халқымыздың қадірменді өнерпазы белгілі актер Серке Қожамқұловқа беріледі. Бұл актер баттен басып мәмлеге көтеріледі. Жұртшылыққа қарап болар болмас жымиып қояды. Сонан соң әр сөзін әдеттегідей шеберлей сөйлеп кетеді. Сөз барысында баяғыда Николай Гоголь Өлежандар атты романының 2-ші томын өз қолымен өртеп жіберіпті. Сөйтіп, өнердің парқына өлермендіктің парқын құрбан еткен екен. Ал біздің пәленше секілді драматургымыздың жазған пьесаларының үстіне бензин құйып өртесің жанбайды. Себебі неге десеңіздер, себебі Гогольдің шығармалары тұп-тұтас май. Ал біздің сабаздыққа кілең мынандай нәрсе. Ол отқа жаны ұшмеді деген екен. Біздің сабаздыққа кілең не нәрсе деп айтып отыр. Гогольдың майға теңеді, біздің неге теңеді. Ол отқа жанбайды деген қағадан анысқанша несі бар. Не отқа жанбайды. Сол жерде жасырған сөз табасың. Ол теңеуің ба, басқа ма. Сұрақ түсініп де ойнайын болыңыздар, ә? Онда істесе 2 минут уақыттан бар.
Google'ın şarmalar tutmaz, may olmadı, al bizim savası, kilek sudalardan su olan mı? Senden aşçı da geliyor. Su birinchi жазықтыда бірақ нәр деген сұрақ мазалайды. 10А суды белгілеп, бірақ бұл жерде қай вариант белгілеген анық емес, көрсетілмеген, сондықтан бір вариант бірақ ұпай беріледі. Көбінесе жаңағы мәдениет саласына алынған сұрақтар байқасаңдар. Қазақша атаулар дейді. Қаншалықты қазақша атауларға сауапты екенімізді тексереміз. Журналшы және жазушы марқұм Балабек Қыдырбекұлы деген қазақтың көне сирек қолданатын сөздерін ерекше құмар еді. Шоқан ескерткішінің жанында сейілдеп жүргенде ол әрдайым менен емтиханнан жүретін. Білгіш болсаң Гена, маған тәйкел, мұғара, шілеңгір, күрік, мұрақ деген сөздердің мағынасын айтшы деп маған сұрақ қойып, қайтып мұтарқыш деп түсіндіретін, миыма құятын. Сонсоң неше түрлі құйтырқылау сұрақтарда болатын. Мына нәрсенің ұрғашысын қазақтар не дейді депті? Мысықтың баласынше, батыстың әйелін қазақша қалай болады? Баласын қалай айтады? Қасқырдың ұрғашысын қазақтар қалай айтады? Әрине мен көбісін білмеймін. Мәңгең мәз болып миығынан күліп сәндік ауысуын түзеп қойып, шырт жаңа костюміндегі болар болмас қылқылшықтарының ұшыменен шертіп сілкіп тастап, маған асықпай саспай түсіндіріп, мына нәрсенің ұрғашысын Мәлика деп атайды. Барыстың Мәулен, Таутан, Аллан, Құтқа деп ары қарай жалғастырады дейді. Жаңа біз мына нәрсенің ұрғашысын қазақтар не деп атайды деп қай нәрсе екенін айтылмай жасырып кетті. Және оның ұрғашысын қазақтар Мәлика деп атайды екен. Жауабын табуға еркін уақыттар бар. Мысықтың баласын Мәулен деп атайды екен, барыстың әйелін Таутан деп атайды екен, барыстың баласын Алан деп атайды екен, қасқырдың ұрғашысын Құтқа деп атайды екен. Ал Мәлика деп аталатын бұл жыланның ұрғашысы.
Yok, yok, nerede? Var mı abi anlamadı? Sıra ayakta orta verindeki paylaşan sırakta gezek. Basındı kötüyor. Benim atalarım bayağı var yani canlıktan. Çıkarmazsan aldığında. Uf, ortalar olmasa damla cebeli kötülerin ortalar anlasan söz başlıyor. Sürünüp ketsen, tümürme, kayda türögel, silkinip taslap, serpilip, alga jüreber, senen de budan da avul salmaktı, kötüp ketken, yerlerdi ban, biledel, шығылып қалсаң, тұрдым да жерге, бір аунап, тырнадан үлгі ал, төбеңнен ұшқан тыраулап, салала, жапырағы саудыра түсіп жатқанда, көктемін күтіп, күлмей ме кейде, қарау бақ, жаныңды жесе, күйзеліс уайым жегідей, өзің ezгілей берме тірідей, қарысып неге қасқайып қалмайсың, аяғын шайнап, қақпаннан шыққан бөрідей, жылаңқы жасық, кінәмшіл болсаң бор кемік, күйініп іштей кетерсің босқа өртеніп, темірді үзіп, қопарар тас шағында, не болып соншал шағылып тұрауың, ерте өліп, басыңды көтер, жігерді қайрап, мін атқа, үргісі келген иттердің бәрін шулатта, тәуекел етіп көтеріп тағдыр жазғанын тарта бер, тура, өшпейтін. Шыраққа, яғни өшпейтін не? Шырақ дегендің алдында қандай сөз жазылып отыр? Өшпейтін деген қарай тарта бер деп отыр. Аяқтағы от сүйір. Sabır etsinler, hamması etsinler. Yemin birliği etsinler. İyi gel, düşmeyin. Anlaşılan gel. Tak, one, two, three deydi. Basında köter, ciğerді қайрап, мынатқа, үргісі келген иттердің бәрін шолатта, тәуекел етіп көтеріп тағдыр жазғанын тарта бер, тура өшпейтін үміт шыраққа. Так, жоқ, кітапты табуларын дейді бар. Солай дейді, арыстан мен орман тілде алысып тарсайды. Одан кейін түлкіні шақыр, қажыдым аң аулауға шамам жоқ. Бар маған, бір есек аулап бердім. Екеуміз бірге жейміз дейді. Түлкі шөбіші күн шалдымға көш. Білсең онда қаншаны өсімдіктермен мөлдірсің бар деді. Түлкі есекті алдап, оны арыстанның үңгіріне ертіп бар. Арыстан есекті көре салысымен ақырды. Бұны естіген есек үркіп қаша жөнел. Бірақ түлкі оны есекте ондай жер болса, ол сіздің қорқынышты ақырғаныңызды естігеннен кейінде қайтадан осында келер мені деп жауап берген екен. Қыстадан қысқа түлкі есектің қай жерін жеп қойыпты деген сұрақ түседі. Tamam.
dürüst cevabı Sülkü Arslan жоқ кезде есектің миын жеп. Ал, соң сұрақ қалды. 10A қазірше 5 ұпай жинап, жалпы ұпай санын алдыға жеткізіп отыр. 11A деген. 11A 1 ұпай жинап 4 ұпай болып жалпы ұпай саны. 10A де бүгінгі жинаған 10A. Қазіріңіз көріп алың. 2 ұпай жинаған жалпы ұпай. 10A бүгін 4 ұпай жинаған жалпы 11 ұпайға көшті. 9A бүгін 7 ұпай жинады жалпы 8 ұпай. 10A 1 ұпай жалпы 2 ұпай. Бәріміз 8 ұпай ғана қалып барасыңдар. Мыналардан соң сұрақса тағдырын шешпесінде болады деген сөз. Ал онда ол соң сұрақ. Билер бітімі. Бір күні Төлеби нөкерлерімен қонақтан келе жатып, Қазбек бидің ауылына ат басын тірейді. Сөйлес деп дауыстайды. Қазбек би бір дауға белгі айтып отырып далаға шыға қоймапты. Төлеби атын басын бұрып жөнінен жүре беріпті. Сәлден соң Қазбек би жаңағы доғыш кім екенін біліп келіп, бір қызметшісін жібереді. Ол далаға шығып сыпырғылардың Төлеби екенін біледі. Қазбек би бізден қателік болды. Алдынан шығып құрметтеп қарсы алу керек еді. Енді бұл қылығымды бетіне басады-ау деп өкінеді. Сол кезде 8 жасар Жолжақсы деген бала еттөде тұрған атқа міне сала Төлебилер кеткен жаққа қарай шаба жөнеледі. Оларға көрінбей орағытып алдынан шығып амандасқаннан кейін, ата, осы сіз Төлеби атамыз емессіз бе дейді. Болсақ болармыз дейді Төлеби. Бала, сіз кездесе қалсаңыз сұрап аламын деп жүрген бір 2 сұрағым бар еді. Ал бордың атасының мына нәрсе, ол мүжіледі. Әне кесірлі болса да аға кешірімді бол керек дейді. Жолжақсы бала ата менің де естейін дегенім осы сөз еді. Жаңа ғана Қазбек би ініңіздің бір білместік болып еді, соны кешірмей кетіп бара жатырсыз. Атыңыздың басын жерге қарай бұрыңыз деп Төлебидің атын шылбырынан ұстап алыпты. Төлеби, балам, сен жеңдің, шылбырымды қоя бер, өзім-ақ барам дейді. Сонымен Жолжақсы деген бала Төлеби мен Қазбек биді татуластырып, таққыр бала деп атаныпты деген сөз бар екен ел арасында. Ал бордың атасы не? Ол мүжіледі деген не жақсылық тұр? Бордың атасы не? Бордың түп шыққан негізі неден шыққан деген сұрақ қойып. Ол мүжілетін зат. Не мүжіледі деген сұрақ бойынша жауап берейік. Сонымен борнасыз дегенде сұрақтың жауабын аға бордан болады, әне зордан болады. Сондықтан әне кесірлі болса да аға кешірімді болу керек деп жаман өсиет қалдырған екен. Бордың атасы тас. Жеті ұпаймен тағы да 7 ұпайын ұстап тұр. Үшінші орын 11A алып отыр 6 ұпайменен бүгінгі турда. Ал енді жалпы тур бойы. Oyundan bizde Rahmet oldu. Toğda bugün oyun şunu.
бірақ әрі қиынырақ болды. Біз үшін және де бұл ойында қаншалықты қиындығына қарамай өзіміздің алда келе жатқан қарқынымыз одан әрі ұстап қалдық деген ойдамын. Бастапқы турдағы ойындарда қиынырақ болды, бірақ соңына қарай оңайлау болды. Бүгін бір жаңа нәрсе үйрендің ба, үйренбедің ба? Сол туралы біле аласыз. Негізінен бүгінгі ойындағы ең қызықты сұрақ ол су, яғни жауабы кітап бойынша болды ғой. Қазақ басындағы Екі сұрақ, маймен су. Яғни сылдырлаған су болғандықтан ол отқа жанбайды деген. Ол ерекшелігі әрі мәні бар сұрақ болғандықтан. Ал рахмет, 10 әге. 10 әге. Biz bu oyunda biz үшін өте қызықты әрі тартысты ойын болды. Және біз алдыңғы ойынға қарағанда көрсеткіш көрсете алдық деп айтамыз. Жалпы келесі ойындарда осылай кездесе береді. Және ағай сізге осылай сабақтардан тыс осындай тренингтер ұйымдастырғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.